Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Құралай. Мен бүгін таңғы күнімді осылай керемет етіп таңғы асқа күзгі пирог әзірлеуді жөн көрдім. Менімен бірге видеомды соңына дейін тамашалап өтіңіздер. Керек жарақтың бәрін описание бөліміне рет-ретмен қалдырдым. Менің арнама жазылып, мені қолдап өтуді ұмытып кетпеңіздер. Ал кірісеміз. Шұңғыл ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды алып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласқан соң, үстінен шекерімізді саламыз. Шекерімізді салып, жақсылап әрмен қарай араластырамыз. Араластырып, бөлме температурасында еріп тұрған майымызды алып, сливочный болсын, маргарин болсын, осылай алып, венчиктің көмегімен салып араластырамыз. Жақсылап араласқан соң, міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды алып, оны да саламыз. Үстінен ұн қопсытқыш разрыхительді салуды ұмытып кетпеңіздер. Қош иістендіргіш салсаңыздар да болады, өздеріңіздің таңдауларыңызда. Керемет етіп осылай араластырып аламыз. Жақсылап араластырған соң, бұл пирогтың ерекшелігі, жаңғақ қоссаңыздар, мейіз қосыңыздар. Мен мейізді қоспадым, үйдегі бар жаңғағым миндаль, немесе фундук, немесе грецкий орех жаңғақ болады. Қосып жіберіңіздер. Көлемі көп болудың қажеті жоқ. Осылай салып, жақсылап араластырып болған соң, формамызды майлап, салмамызды осылай саламыз. Міндетті түрде достар, қандай жемістің түрі бар үйлеріңізде, осылай әсемдеп салсаңыздар болады. Мен күз болған соң, күзгі пирог болған соң, мандаринді қосуды жөн көрдім. Бетіне әсемдеп, әрлеп, жаңғақты сеуіп жібердім. 180 градуста ысып тұрған, қызып тұрған пешімізге салып, 25-30 минутқа пирогымызды саламыз. Әрмен қарай арасында тексеріп қоямыз. Пирогым дайын болғанша, қазір күз мезгілі, қоңыр салқын, адамдардың иммунитеті түсіңкі болған соң, мен отбасыма түймедақ шайын әзірлеуді жиі әдетке айналдырамын. Өйткені қара шайға қарағанда осындай шайлар өте пайдалы болады. Адам ағзасына да пайдалы. Ромашка шайы бұл осындай заварочный түрінде алыңыздар, пакетиктегі болмайды. Міне осылай мед қосып жерсеңіздер, бал өте керемет болады. Шайым ыстық, пока демделіп тұра берсін деп, дайын болған пирогымды алып, міне қараңыздар, иісі деген керемет болып шықты достар. Сіздерге де кеңес етемін, жасап көріңіздер. Небәрі азғантай қолжетімді азық-түліктен тұрады. Міне керемет, үйде істеген өнім өте керемет болып шығады. Иісі де, дәмі де ерекше. Арасын қараңыздар достар. Керемет. Сіздерге видеоны соңына дейін қарасаңыздар, үлкен алғысымды білдіремін. Және менімен осылай дайындап көріңіздер. Тез уақыттарыңызды да үнемдеп осылай шайға жасап берсеңіздер болады. Керемет достар. Баршаңызға ас болсын. Мен ыстық етіп осы шайымды пирогпен үйлесімділігін таба кететін. Баршаңызға ас болсын.